Еба, қыстың күні мотоциклмен басып баратқансың ғой, мәссаған мына жақта не болып жатыр? Ё-моё деген, тану гүлбану, тоқтайыншы мен мына жаққа деген, мәссаған что-то мен Аяз атаны көріп тұрмын ғой мына жерде деген. Ё-моё достар, мына жақ деген кәдімгідей жаңа жыл болып жатыр ғой, мәссаған айтпақшы келе жатқан жаңа жылдарыңмен құттықтаймын достар. Ё-моё, так не болып жатыр екен достар? Мәссаған Аяз ата келіпті ғой, мына жақта что-то сыйлық таратып жатқан сияқты ма, бір нәрсе сияқты. Мәссаған қараңдар достар, мына жерге енді су жаңа ламборджини көлігін қойып қойыпты. Маған деген тура осындай ламборджини көлік керек еді. Мәссаған осындайды алып кетсем енді арманым болмайды. Олай болса давай Аяз атадан сұрап көрейік, қалай алуға болады бұл ламборджиниді. Ей Аяз ата, қалайсың? Ё-моё деген, мына ламборджиниді ойнатайын деп жатсың ба? Не үшін тұр бұл жерде деген? Ей Франклин, қалайсың? Ё-моё деген, бұл короче ламборджиниді ойнатайын деп жатырмыз біздер ертең деген. Ертең кім бірінші осы жерге келеді, соған біз осы ламборджини көлігін берейін деп жатырмыз. Қош, айтасың ба? Ең бірінші келген адамға ламборджини көлігін берейін деп жатсың ба? Базар жоқ. Олай болса деген мен бірінші келіп алып кетейін достар, осы көлікті деген. Давайте достар, егер Франклин осы ламборджини көлігін алып кеткенін қалағайтын болсаңдар, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарийға Франклин сөзін жазып кетеміз. Ал олай болса біздер деген әрі қарай видеоны жалғастыратын боламыз. Аяз ата, онда мен алып кетсем болатын шығар осы көлікті, жоқ бауырым, саған алуға болмайды бұл көлікті. Бұл көлікті деген біз тек қана кішкентайларға ғана береміз. Мәссаған достар, сонда қалай, сонда кішкентайларға ғана бересіңдер ме бұл көлікті? Бірақ кішкентайлар бұл көлікті айдай алмайды ғой достар. Что-то түсінбей жатырмын, что-то деген. Аяз ата алдап өзіне алып қалмақ сияқты, ешкімге өзінің бір достарына ма бере салатын сияқты. Аяз ата что-то сенбей тұрмын достар. Жарайды, олай болса енді мен деген достар кетейін де, кеш болғанда, түн болғанда осы жаққа келіп осы ламборджини көлігін Аяз атадан ұрлап кетейін, олай болса деген. Так достар, мінекей мен деген короче мына жақта құрылыс болып жатқан жаққа қарай шықтым. Енді мен бұл жерден көлікті бақылап тұратын боламын. Ана жерде что-то Аяз ата әлі кетпеген сияқты достар. Қараңдаршы, ана жақта деген мен ламборджини көлік көріп тұрмын, және де мына жерде мен Аяз атаны көріп тұрмын. Базар жоқ. Еба, мынаяқтар деген өте әдемі болып жатыр екен ғой. Мына Аяз атаны қазір біз ататын боламыз достар. 1 2 3 жоқ достар, сендер осы Аяз атаны атқанымды қалайтын болсаңдар, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Дайынсыңдар ма достар? Егер сендер арнаға тіркелген болсаңдар, біз Аяз атаны көздеп тұрып ататын боламыз. 1 2 жарайды, кеш болып кетті ғой, мен үйге қайтайын. Олай болса деген мына ламборджини көлігін мен гаражға ма кіргізіп кетемін-ау дейме. Жарайды, олай болса мен мынаны тез кіргізіп тастайын гаражға деген. Все болды, осы жаққа қарай қойып қоя салайын. Енді ешкім тимейтін шығар деген ойдамын. Енді ертең азанда осы сыйлықты ойнататын боламыз. Ал енді мен кеттім, өзімнің шанама отырып алайын да, үй жаққа қарай қайтайын. Ё-моё деген. Еба достар, Аяз ата деген кетіп қалды ғой, мәссаған мен атам дегенше. Жарайды, олай болса мен деген қазір енді өзім барып ламборджини көлігін ұрлап кететін сияқтымын. Не достар, давайте олай болса қазір біз деген ұрлап кетейік. Қалай ұрласақ болады? Бұл жақтан деген былай секіре аламыз ба деген достар? Кеттік. Ал камон, парашютты ашып қаламыз да достар. Енді біздер деген ламборджини көлігін жай ұрлауға баратын боламыз. Қазір енді мына жақта деген бізді ешкім қарап тұрған жоқ деген ойдамын да, осылайынан түсетін боламыз достар. Ойбай. Опа, жай осылайынан. Ойбай достар, ё-моё деген. Все нормально деген достар, кеттік. Ал енді қарай былай гараждың ішіне қарай кіретін боламыз. Мінекей достар, біздің күткен ламборджиниміз осы жерде тұр екен. Базар жақ қараңдаршы, өте әдемі болып тұр. Мәссаған деген достар. Бой деген. Давайте достар, давайте смело лайк басамыз. Қазір біз деген осы көлікті ұрлап кететін боламыз. Мінекей достар, мен ламборджиниді алып шықтым деген. Қараңдаршы, ё-моё, дерзкий екен мына көлік деген. Базар жоқ едік. Осыны айдап тексеріп көретін боламыз деген. Мәссаған достар, қараңдар. Жаман қатты жүреді екен мынау деген. Так, мәссаған, мына жақта тұрған ламборджини көлік қайда кетіп қалды? Ё-моё деген, что-то біреу ұрлап кеткен сияқты ғой. Онда еба деген, маған деген тез іздеу керек. Ё-моё деген, кімге айтсам болады? Мен өзім Аяз ата достарыма айтып көрейін. Олардың бәрі шақырып осы ұрланған ламборджини көлігін тауып алайық біз деген. Алло, Аяз аталар, давайте барлықтарың жиналыңдар, тез біздің көлікті ұрлап кетті деген. Срочно тауып алу керек ана адамды деген. Все болды, Аяз аталарға айтып қойдым, енді деген қазір біз деген барып соларды ұстап алатын боламыз. Ал достар, мінекей енді мен деген ламборджини көлігін ұрлап кеттім, жақсы болды. Ё-моё деген, мен Аяз аталар вообще білмей қалды ғой, мәссаған деген. Енді қазір осыны өзімнің үйіме апарып қойып қоятын боламын достар. Так, ё-моё деген, мәссаған достар, маған қараңдар, мәссаған мына жақта деген Аяз аталар өте көп жиналып қапты ғой. Тоқта, что-то деген, олар мені тауып алған сияқты ғой Аяз аталар деген. Бауырым, саған айттық қой, біз саған көлікті ұрлама, біз оны деген оқырмандарға береміз деп. Сен неғып ұрлап кеткенсің? Достар, кешіріңдер, Аяз ата кешіріңдер, білмей қалдым, ё-моё деген. Сонда да саған деп ұйықтатып жібереміз десең достар. Ойбай, Аяз аталар.